Қайырлы күн, менің тұрақты қолдаушыларым. Бүгін сіздерге өте дәмді жасалу жолы ерекше осындай керемет бұрамалы чак-чактың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл чак-чактың жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Дәмі сондай ерекше әрі өте дәмді. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте керемет чак-чак. Бізге бұл чак-чакты дайындау үшін қажет болады ерітілген сармай, су және де сүт қажет болады. Шекер және де аздаған тұз қажет болады. Ең алдымен сүтті құямыз, суымызды құямыз және де ерітілген сармайды құямыз. Құрғақ шекер мен тұзымызды қосамыз. Барлығын араластырамыз жақсылап. Енді қамыр илейміз. Қолға жабыспайтын әдемі тесто шоу керек бізге. Ал бисмилля. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Өте әдемі, қолға ұстағанда жабыспайтын осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Енді бұл қамырымызды демалдыруға қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді осыны жұқалап жаятын боламыз. Кәдімгі бешбармаққа қамыр жаямыз, сол сияқты жұқалап қамырды жайып шығатын боламыз. Міндетті түрде ұрпақ қолданамыз. Онымен жаймасақ, қамырымыз жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан онымен жаямыз. Қамырымыз дайын болды, жұқалап жайып алды. Енді осылай манты, пельмени түйгендегідей қамырымызды осылай дайындап аламыз. Және де қолдың көлеміндей етіп осылай кесіп шығатын боламыз. Бас жағынан бастаймыз. 5 саусақтың көлемімен кесеміз. Осылай саусақ қолымызда, алақанымызды қамырдың үстіне қойып тұрып, осылай кесіп аламыз. Сонда біздің қамырымыздың барлығы бірдей болып шығады. Енді қамырды осылай жаямыз. Әр жайған қамырдың үстіне ерітілген сармайды міндетті түрде жағып шығамыз. Өйткені бізде арасы жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан әр қамырдың үстіне осылай сармай жағып, бір-бірінің үстіне қойып кете беретін боламыз. Міне келесі қамырды қоямын. Тура солай үстіне сармай жағамын. Қамырымызды жайып болдым. Енді теңдей ортасынан бөліп аламыз осылай. Сіздерге ыңғайлы болсын. Саусақтың осындай екі көлемге чак-чакты осылай бөліп шығамыз. Осылай барлығын. Немесе көз мөлшерімен бірдей етіп бөлуге тырысыңыздар. Примерно 2 саусақтың көлемінде етіп. Міне бөліп алдық.
слойларын қараңыздар. Енді осыны бүгіп бастаймыз. Бұрама деп осылай аталады. Міне осылай айқастырамыз. Міне осы 3 саусақпен жұмыс жасаймыз. Ұстап тұрамыз, бұраймыз. Ұстап тұрамыз, бұраймыз. Ұстап тұрамыз, бұраймыз. Үстіп барлығын бұрап кете бересіздер. Сіздерге тағы да көрсетейін. Бұраймыз. Міне. 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 Бұрама чак-чак деп осыны айтады. Осылай бұралған күйінше қойып қоямыз үстіп. Барлығын осылай бұрап жасап кете береміз. Міне. Барлығын осылай жасай бересіздер. Қызып тұрған майымызға чак-чактарымызды салып пісіріп аламыз осылай. Осылай қызартып пісіріп аласыздар. Чак-чагымыз дайын болды. Барлығын пісіріп алдым. Енді бізге осындай сотейник керек болады. Және де таразы керек болады. Сиропын дайындаймыз. Бізге сиропына мед қажет болады. 150 грамм мед құямын. Менікі 150-ден азап асып кетті. Және де үстіне шекер саламын. Тұз қосамын, су құямын. Және де осындай лимонның соғын қосып жіберемін арнайы. Және де отта жақсылап қайнатамын. Лимонның соғы бізге ерекше дәм береді. Жақсылап қоюланғанша сиропты қайнатамыз. Сиропымыз уже қоюланып жатыр. Бір 5 минут қайнағаннан кейін уже алатын боламын. Сиропымыз дайын болды. Бұл сиропты енді суытып аламын. Сонда бұдан да қатты қою болып шығады. Сиропымыз суыды. Енді ыдысымызды алып, біртіндеп чак-чактарды осы сиропқа батырып алып, ыдысқа жинайтын боламыз. Осылай. Бетіне аздап мен кокос стручкасын қосамын. Осымен біздің чак-чагымыз дайын болды. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер. Өте керемет, өте дәмді чак-чакты дайындайсыздар. Сіздермен болған мен Гүлжанар.